Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің калатея гүлімнің күтімімен бөлісемін. Бұл калатея гүлінің бірнеше түрі болады. Мендегі түрі калатея лансифария деген түрі. Мен бұл гүлді дүкеннен өте арзан бағаға алдым, себебі сәл аурулары болды, ауырып тұрды. Бұл гүл қалай күтеміз? Бұл гүлдің күтімі дәл әйел бақыты гүлі сияқты тіке түскен күнді жақсы көрмейді. Мынандай жапырақтары мынадай болып күйіп кетеді. Бұл тропикалық болғаннан кейін ылғалды жақсы көреді. Күніге ерінбесеңіз 2-3 рет жапырақтарына су бүркіп тұрғаныңыз абзал. Бұл гүлдің жапырақтарының ерекшелігі осындай әдемі өрнектері бар. Осынысымен әдемі көрінеді. Менде мына жерде жаңадан шыққан жапырақтары мына жерде көрініп тұрса, міне шығып келе жатыр. Міне тағы екеуі шығып келе жатыр, жаңадан жапырақтар. Егер де жапырақтары осындай болып ауырып тұрған болса, қорықпай кесіп тастай беріңіздер. Әрбір кесіп тастағанның түбінен осылай менікі сияқты жаңа жапырақтар өсіп отырады. Бұл калатея гүлінің бір ерекшелігі, күн батқан кезде мына жапырақтарының барлығы осылай көтеріліп жабылады. Таңертең күн шыққан уақытта осылай ашылып әдемі болып көрінеді. Қазір мен бұл гүлде мынадай қураған жапырақтарын кесіп тастаймын, себебі бұлар үлкейіп қурай береді. Бұдан пайдасы жоқ. Сондықтан бұндай жапырақтарды қорықпай кесіп тастай бергендеріңіз дұрыс. Тағы біреуі бар, мына жерде кішкентай. Бұл гүл ауруларына келетін болсақ, бұл гүлге жаңағы паутинкалар жиналады. Паутинкалар түскен кезде мынадай жапырақтарына көрінеді, ақ дақтар болып түседі. Сондай кезде кір сабынды суға езіп, барлығына пакет жауып, жапырақтарын барлығын жақсылап жуып алсаңыздар, сондай аурулардан емдейсіздер. Бұл гүл жаңа айтқанымдай қатты тіке түскен күн сәулесін жақсы көрмейді. Күтімі дәл әйел бақыты гүлінікі сияқты болып келеді. Суды қатты шылқылдатып құймаймыз. Қолымызды салып ылғалдығын тексеріп қараймыз. Негізі гүлдердің беті топырағы құрғақ болғанымен, бәрібір ортасындағы тамырға кетіп жатқан жеріндегі ылғалдықты біраз уақытқа дейін ұстап тұрады. Сол себепті негізі гүлдерді 2 аптада бір, қыстың уақытында солай суарып тұрған абзал. Алдағы уақытта тағы гүлдермен бөлісетін боламын. Қазір мына жапырағында қиып тастаймын, себебі уже сарғайып бастап жатыр. Бұл калатея гүлінің тағы бір ұнатпайтын жері, өзін үлкен горшокқа отырғызған ұнатпайды. Мен себебі бұны әзір үлкен горшокке отырғызбаймын. Мына барлығы толғаннан кейін барып, сәл ғана үлкен горшокке отырғызам. Сосын екінші ұнатпайтын жері, бұл өзін көбейтсем деп бөліп тастауға болмайды. Тоже өзін дұрыс сезінбей ауруға шалдығады. Сол себепті барлығын осылай бірге отырғызған дұрыс, горшогын ауыстырған кезде. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып отырыңыздар.